Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, оқушылар. Менің есімім Тасымбек Абзал, Алматы қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімін. Бүгін сіздермен танысатын сабағымыз электр өрісі және Кулон заңы. Электростатиканың негізгі бөлімі. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын электр тоғы, электр энергиясы деген сөздермен біз таныспыз. Және де ол сөздердің қақтан шыққан және біздің өмірімізде қандай мәнге екен өздеріңіз жақсы білесіздер. 21 ғасыр электр энергиясыз мүлдем елестетілмейтін ғасыр. Өйткені бізді айналамызда қоршаған заттардың барлығы электр тоғы арқылы жұмыс істейді. Электр құрылғылары бізге техникамызда, күнделікті өмірімізде өз көмектерін тигізуде. Енді осы электр құрылғыларының қалай жұмыс істеген және электр тоғының қалай пайда болған туралы ақпараттарды, яғни осылар қай кезде бастау алған туралы ақпараттарды бүгін біз сіздермен зерттейтін боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Ең алдымен электр сөзін айтпас бұрын біз электр өрісі деген сөзге анықтама бере кетейік. Электр өрісі электромагниттік өрістің дербес бір түрі. Ол электр зарядың айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгерісі нәтижесінде пайда болады. Электр өрісінің магнит өрісінен өзгешелігі ол қозғалатын да, қозғалмайтын да электр зарядтарына әсер етеді. Электр өрісінің бар екендігін оның қозғалмайтын зарядқа әсер ететін күш бойынша байқауға болады. Яғни электр өрісі дегеніміз электромагниттік өрістің дербес түрі екен. Төменде көріп отырған суреттеріңізде бізде екі түрлі шар берілген. Яғни біріншісі қызыл түсті, екіншісі көк түсті. Бұл екі шардың мәнісі туралы алдағы уақытта кеңінен айта кететін боламыз. Бірақ қазірдің өзіне байқап тұрғанымыздай, қызыл түстегі шар, яғни оң таңбамен плюс таңбасымен белгіленген. Бұл шардан күш сызықтары шығып тұр. Яғни электр өрісінің күш сызықтары. Яғни ол шардан кейін бағытталған. Келесі шарымызда, яғни көк түсті шарда бізге электр өрісінің күш сызықтары шарға қарай бағытталғанын байқай аламыз. Бұл жайында біз кеңінен әлі айта жатармыз. Электр заряды ары қарай оны күй әрпімен белгілейміз. Бөлшектер мен денелердің сыртқы электромагниттік өріспен өзара әсерін, сондай-ақ олардың электромагниттік өрістерінің өзара байланысын анықтайтын негізгі сипаттамалардың бірі. Электр заряды екі түрге бөлінеді. Олар шартты түрде оң заряд және теріс заряд деп аталады. Аттас зарядтар, яғни екі оң заряд немесе екі теріс заряд. Жоғарыдағы суретте қарап өткенімізде екі көк заряд немесе екі қызыл заряд бірін-бірі тебеді. Ал әр аттас зарядтар, яғни оң заряд пен теріс заряд, көк түсті шар мен қызыл түсті шар бірін-бірі тартады екен. Төмендегі суреттен байқағанымыздай, екі шарлардың, екі әртүрлі шарлардың бірін-бірімен әсерлесуін байқаймыз. Сол жағымыздағы суретте, яғни оң таңбалы шарлар қызыл түсті, екі шардың екі электр зарядының әсерлесуі бейнеленген. Байқап отырғанымыздай, оң таңбалы шардың электр өрісінің күш сызықтарын бағыты өзінен кейін бағытталғандықтан екі оң зарядты шар бір-біріне жақындаған кезде күш сызықтары бірін-бірі тебе бастайды екен. Яғни бірін-біріне жақындамайды. Екі шар, бұндай екі шар бірін-бірі тебе бастайды. Бұндай құбылысты біз бірінші суреттен байқап отырмыз. Яғни электр өрісінің күш сызықтары әрқайсысы әр жаққа бағытталып бірін-біріне шарлар жақындай алмай тұрды. Екінші сурет оң заряд пен теріс заряд, қызыл шар мен көк шар. Бұлардың бәрі шартты түрде алынған әрине. Қызыл шар, яғни оң зарядталған шар, өзінен электр өрісін шығарып тұр. Ал көк шар теріс зарядталған.
бұл шар өзіне электр өрісін өзіне қарап өзіне қабылдап тұр десек те болады. Сондықтан бұл екеуінің байланысы өте берік болады, бір-бірімен жақсы байланысқа түсе алады. Дененің электр заряды оның құрамына енетін барлық бөлшектің электр зарядының алгебралық қосындысына тең. Яғни бұны біз астында тұрған өрнектен байқай аламыз. Оқшауланған электр жүйесінде зарядтың сақталу заңы орындалады. Қозғалмайтын электр зарядың арасындағы өзара әсер Кулон заңымен анықталады. Заттағы өрісті қарастырған кезде электр заряды еркін заряд және байланысқан заряд болып екіге бөлінеді. Электр зарядың бірліктердің халықаралық жүйесінде, яғни өзімізге ыңғайлы Си жүйесінде өлшеу бірлігі кулонмен анықталады. Төменде көріп отқан өрнегіміз бұл зарядтың сақталу заңының алгебралық өрнегі. Яғни бұл жерде Q1, Q2, Q3 және Qn деп отқандарымыз бұлар бізде еркін зарядтар, яғни зарядталған бөлшектер. Бұлардың қосындысы әрқашан тұрақты болады. Әрине бұндай құбылыс тек қана тұйық жүйеде орындалады. Тұйық жүйеде отырғанымыз дене сыртқы жүйемен ешқандай әсерге түспейтін жүйе. Яғни сырттан энергия келмейді, сыртқа энергия бермейтін жүйеде осы заңдылық орындалады екен. Жаңадан бері зарядтар туралы айтып жатырмыз. Яғни зарядтың екі түрі болады: зарядталған дене және бейтарап дене дедік. Яғни бейтарап дененің зарядтану құбылысы бізде электрлену деп аталады. Электрлену бейтарап денелердің электр зарядтарына айналу құбылысы. Бұл құбылысты ең алғаш біздің заманымызға дейін 600 жылдарда грек ғалымдары, грек азаматтары байқай бастаған. Яғни олар янтар тасына, сары түсті янтар тасына тері немесе жүнді үйкеген кезде олар сәйкесінше өзіне әртүрлі заттарды тартатынын байқаған. Яғни ол кезде бұл құбылысты ешкім түсіндіре алмаған. Яғни осындай әдістермен сол кездегі адамдар өздерінің патшайымдарын, хандарын немесе жұртты күлдірту үшін, жұрттың назарын алу үшін осындай құбылысты пайдаланған. Яғни денемен әсерлеспей жатып, оны өзіне тартады, немесе оны өзіне кері қарай итереді. Бұл құбылыс әрине барлығына таң қалатын жағдайға жеткізген. Посмотрим, как эбонитовая палочка действует на легкую металлическую гильзу. Пока она не наэлектризована, гильза остается неподвижной. Сообщим палочке электрический заряд, потерев о кусок шерстяной ткани. Если палочку поднести к гильзе, гильза сначала притягивается к ней, но после касания будет отталкиваться. Хорошо видно, что эбонитовая палочка и гильза взаимодействуют на некотором расстоянии. Тәжірибеден байқағанымыздай, эбонит таяқшасын ең алдымен білеушімен әсерлескен кезде білеуші мен эбонит таяқшасының арасында ешқандай құбылыс байқалмады. Яғни қарапайым сөзбен айтқан кезде екеуі бір-бірімен әсерлеспеді. Екінші жағдай, эбонит таяқшасын матаға үйкеді. Матаға үйкеген кезде біз нені байқадық? Яғни эбонит таяқшасының білеушімен бірін-бірі тартқан құбылысын байқадық. Яғни екеуі бір-біріне жабысты. Үшінші жағдай, эбонит таяқшасын қайтадан алып, қайта білеушіге жақындатқан кезде екі заряд, яғни білеуші мен эбонит таяқшасы бірін-бірі тебе бастады. Бұл дегеніміз, бірінші жағдайда эбонит таяқшасы ешқандай зарядқа ие болмады, сондықтан екеуі бір-бірімен әсерлеспеді. Екінші жағдай, эбонит таяқшасын екеуі арқылы біз эбонит таяқшасын зарядтадық. Ол жерде бізде оң заряд пайда болды делік. Яғни оң зарядталған эбонит таяқшасы зарядталмаған білеушіге келген кезде
зарядтың сақталу заңы бойынша өзінің зарядының қандай да бір бөлігін, яғни оң зарядын білеушіге берді. Сол кезде білеушіміз де зарядталды, яғни электрленді. Эбонит таяқшасын қайта алып, қайта білеушіге жақындатқан кезде екі оң зарядталған дене біз жоғарыда айтып өткендегіміздей бірін-бірі тебе бастады. Яғни бұл жоғарыда айтып өткен теориялардың практикадағы дәлелдемесі ретінде қарастырсақ болады. Ендеше жаңа құбылысты сурет ретінде бейнелейтін болсақ, эбонит таяқшасы оң зарядталған болсын, білеуші зарядталмаған, екеуінің арасында алдымен зарядтар алмасты, одан кейін екеуі де оң зарядталды, одан кейін электр өрісінің күш сызықтарына байланысты екі оң зарядталған дене бірін-бірі тебе бастады. Яғни біз зарядтарды нүктелік заряд деп қарастырамыз. Нүктелік заряд деп өздерінің өлшемдері олардың өзара ара қашықтығынан әлдеқайда кіші болатын зарядтарды айтамыз. Яғни механикадағы материалдық нүктемен сәйкес келеді. Дененің өлшемдері оның ара қашықтығының өлшемінен әлдеқайда кіші болу керек екен. Яғни бұнда екі дененің өзара әсерлесуін табиғатта біз Кулон күші арқылы зерттейміз. Яғни Кулон күші, алдарыңызда көріп отқан өрнек, Кулон күшінің Кулон заңының өрнегі. Бұл жерде F деп отқанымыз сәйкесінше Кулон күші, өлшем бірлігі Ньютон. К пропорционалдық коэффициенті, Q1 және Q2 бұлар бізде зарядталған бөлшектер, ар квадрат, ол екі бөлшектің ара қашықтығының квадраты ретінде қарастырсақ болады. Осы өрнекті бір жазып алсаңыздар болады. Яғни Кулон заңы электростатиканың негізгі заңы. Электростатика тыныштықтағы зарядтардың әсерлесуін зерттейтін электродинамиканың бір бөлігі. Әсерлесу күші тыныштықтағы екі нүктелік зарядтардың модульдерінің көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтарының квадратына кері пропорционал болады екен. Осыған байланысты жоғарыда айтып өткен Кулон заңының қалай пайда болғанын жайында қысқаша ақпарат бере кетейік. 1784 жылы француз физигі және әскери қызметкері өзінің шеберханасында келесідей тәжірибе жасайды. Ол үшін оған шыны ыдыс керек болады. Шыны ыдыстың ішінен ол ауасын сорып алады, яғни вакуум болады. Шыны ыдыстың ішіне зарядталған екі бөлшекті қояды, екі шарды қояды. Екі шар бір-бірімен жеңіл шыны түтікше арқылы байланысқан. Шыны түтікше аспаға жеңіл жіппен ілінген. Яғни бұндай құбылысты біз айналмалы таразы деп атаймыз. Осы жүйенің шетінен кішкентай бір саңылау жасайды. Саңылау жасау себебі оған Кулон өзінің зарядталған бір шарын түсіріп, ол зарядталған шардың вакуум ішіндегі шарлармен әсерлесуін қалай жүретіні туралы зерттегісі келген. Вакуумның ішіндегі шарлардың бірі зарядталған, екіншісі зарядталмаған түрде болады. Сол кезде бізде зарядталған шарды, яғни сыртқы жүйедегі зарядталған шарды вакуумдегі зарядталған шарға түсірген кезде екі шар бірін-бірі тебе бастайды. Яғни жүйеміз бізде, вакуумдағы жүйе бізде қозғалысқа келеді. Кулон бұл тәжірибесімен нені дәлелдеді? Бастапқы кезде зарядтардың өзара әсерлесуі олар жылулық құбылыстарының әсерінен деп тұжырымдалған болатын. Яғни зарядтар ауа молекулаларын пайдалану арқылы бірін-біріне ақпарат беріп, бірін-бірімен байланысады және бірін-бірін тебе алады, немесе бірін-бірі тарталады деген ұғым болған. Бұл жағдайда ауа молекулалары жоқ, яғни вакуумде екі дененің, екі шардың зарядталған бірін-бірімен әсерін байқап отыр. Яғни жоғарыда айтып өткеніміздей электр өрісінің күш сызықтары арқылы зарядтар бірін-бірімен ауасы жоқ кеңістікте байланыса алады екен деген тұжырымға келеді. Сол бойынша Кулон өзінің заңын өзінің тәжірибесі арқылы
тікелей дәлелдеп шығады. Зарядтардың сақталуы. Жоғарыда айтып өткенімізде естеріңізде болса, зарядтардың сақталуы туралы айтып өттік. Суретке қарасаңыздар, төмендегі шар, яғни бұл алтын түстегі шар, бізде зарядталған шар деп алайық. Жоғары жақта шар, яғни сұр түстегі шар, бізде заряды жоқ шар деп алайық. Екеуінің өлшемдері абсолют бірдей деп есептейік. Яғни массалары бойынша да, өлшемдері бойынша да екі шар бір-біріне тең шарлар деп есептейік. Осы екі шарды бірін-бірімен байланыстырған кезде зарядталған шар өзінің энергиясын, яғни өзінің зарядының жартысын зарядталмаған шарға береді екен. Бұл құбылысты біз ортадағы екі сары түске белгіленген шармен байқай алсақ болады. Екі шар бірдей зарядталған. Ендеше Кулон заңы келесі түрде сипатталады. Кулон заңы зарядтардың өзара әсерлесу күші олардың модульдерінің көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтығының квадратына кері пропорционал екендігін туралы айтады. Бұл заңды өздеріңіз білесіздер, Кулон өзінің тәжірибесі арқылы дәлелдеп шығарған. Енді Кулон заңы қандай денелер үшін, қандай жүйелер үшін әсерлесетінін анықтап кетейік. Өзара әсерлесу, яғни Кулон заңы зарядтардың таңбасына тегіне қарамай бүкіл зарядтарға бірдей әсер етеді екен. Яғни теріс зарядтарға да жоғарыда көріп отқан жағдайымыз екі теріс зарядталған, екі көк шарымыздың бір-бірімен өзара байланысы, екі шар бірін-бірі теуіп, яғни бірін-бірінен ары қарай, кері қарай кетуде. Бұл жүйе ішінде Кулон заңы орындалады екен. Екінші жағдай оң заряд пен теріс заряд, қызыл шар мен көк шар бірін-бірі тартқан жағдай, яғни бірін-бірімен жақсы әсерлесіп жатыр. Бұл жағдайда да Кулон заңы өзінің эффективті екендігін көрсетеді. Яғни зарядтардың модульдің ішінде болуы Кулон заңының барлық зарядтар үшін, барлық жүйелер үшін абсолютті екендігін бізге көрсетіп отыр. Дәл осында жағдай бізде қызыл түсті шарларға, яғни оң зарядталған шарлар ішінде осындай құбылыс жүреді екен. Келесі, енді осы құбылыстарды бақылау үшін бейнематериалға назар аударайық. Проиллюстрируем на опыте взаимодействие заряженных тел, подчиняющиеся закону Кулона. Подвесим на сильно натянутой горизонтальной нити два воздушных шара. Шары имеют одноименные заряды. Понаблюдаем за поведением шаров при уменьшении расстояния между точками их крепления на горизонтальной нити. По мере того, как шары приближаются друг к другу, сила взаимодействия, отклоняющая их от положения равновесия, увеличивается. Это отклонение указывает на увеличение силы взаимного отталкивания между заряженными шарами. Значит, при уменьшении расстояния между одноименно заряженными шарами их сила взаимодействия увеличивается. Теперь понаблюдаем за поведением шаров при увеличении их зарядов. Опыт показывает, что чем больше заряд шаров, тем большим будет отклонение их от положения равновесия, а значит, сила отталкивания будет большей. Бейнематериалдан қарағандамыздай, бізде екі түрлі жағдай келтірілген. Бірінші жағдай, зарядтар бір текті зарядталған. Зарядтар, яғни оң зарядқа ие болып тұр, немесе шарлар оң зарядқа ие болып тұр, немесе теріс зарядқа. Бұл жерде шарлардың бір текті зарядталғаны туралы айта кеткен жөн. Осы кезде олардың арақашықтарын жақындатқан кезде, яғни төбесіндегі жіптер арқылы жақындатқан кезде, шарлардың бірін-бірі тебе бастағанын байқадық. Яғни шарлар бірін-біріне қарсы жүре бастады. Арақашықтарын жақындатқан кезде әсерлесу күші артты десек те болады. Екінші жағдай, шарлардың зарядтардың шамасын арттырды. Яғни шарларға көп заряд берді. Осы кезде қайта шарларды жақындатқан кезде шарлардың бірін-бірі тебу күші бұрынғы қарағанда көбірек екенін байқадық. Яғни бұрынғы бұрышынан ауытқу бұрышы әлде қайда
көп болған байқаймыз. Яғни бұл да болса Кулон заңының, яғни әсерлесетін күш зарядтардың көбейтіндісіне тура пропорционал, ара қашықтығының квадратына кері пропорционал екендігі туралы біз байқап отырмыз. Жоғарыда айтып өткендегіміздей, шарларды біз нүктелік заряд ретінде қарастырамыз. Яғни нүктелік заряд деп отырғанымыз денелердің өздерінің өлшемдері ара қашықтығының өлшемінен әлде қайда кіші болу керек. Бұл жерде D деп отқанымыз зарядтардың диаметрі, R деп отқанымыз олардың ара қашықтығы. Математикалық өрнек бойынша ара қашықтық олардың диаметрінен әлде қайда көп екен. Нүктелік заряд болу үшін тағы да екінші шарт орындалу керек. Екінші шарт бойынша денелер бізде сфера тәрізді болу керек. Яғни денелер сфера тәрізді болған кезде олардың ара қашықтығы олардың центрлерінен бастап есептеледі. Яғни оны біз екінші суреттен байқай аламыз. Яғни R ара қашықтық екі шардың центрінен бастау алып тұр. Электр зарядының өлшем бірлігі ретінде біз халықаралық бірліктер жүйесінде бір кулонды аламыз. Яғни Q тең 1 кулонға. 1 кулон деп отқанымыз бірлік секунд ішінде 1 ампер күш түсіру арқылы зарядтардың өту шамасы. Бірінші жағдайда, бірінші өрнекте бізде Кулон заңы, екінші өрнекте К пропорционалдық коэффициенті туралы берілген. Яғни К пропорционалдық коэффициенті ол денеге түсірілетін күштің оның ара қашықтығының квадратына көбейтіндісінің зарядтардың көбейтіндісіне қатынасымен анықталады. Бұл бізде тұрақты шама. Ол 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулон квадрат арқылы өрнектеледі. Естеріңізде болса, Шарль Кулон өз тәжірибесін 1784 жылы жасаған болатын. Кулон заңы Кулонның өз тәжірибесінде бізде вакуумде болып қарастырылды. Яғни біз зарядтар вакуумде де әсерлесетінін байқадық. Демек, зарядтар бізде кез келген ортада да әсерлесе алады. Суда, майда, ауада әсерлесе алады. Яғни зарядтар ол жердегі ортаның кедергісіне байланысты әртүрлі күшпен әсер ететіндігі бізге белгілі. Сондықтан Кулон күші әртүрлі ортада келесі түрде сипатталады. Бұл жерде F деп отқанымыз денеге әсер ететін күш, К пропорционалдық коэффициенті, Q1, Q2 бұл зарядтардың шамалары, R квадрат бұл екеуінің екі зарядтың ара қашықтығы, эпсилон ол ортаның диэлектрлік өтімділігі. Бірінші өрнек кез келген орта үшін Кулон заңы. Бұл жердегі К деп отқанымыз бұл пропорционалдық коэффициент. Бұл да тұрақты шама. К-ның мәні 1/4π эпсилон нолевой арқылы анықталады. Эпсилон нолевой деп отқанымыз бұл электр тұрақтысы. Бұл да абсолют тұрақтылардың қатарына енетін шама. Оның мәні 8/185 көбейтілген 10-12 дәрежесі кулон квадрат бөлінген ньютон метр квадратқа тең болатынын байқап отырмыз. Яғни өздерімізге елестетейік. Біз жазықтықта екі әртүрлі зарядталған шарларды қойайық. Олардың заряд шамалары 1 кулонға тең болсын. Олардың ара қашықтығын 200 метр деп алсақ, екеуінің әсерлесетін күші әуе кемесінің, яғни әуе ұшағының массасы 23 тонна әуе ұшағының жерге тарту күшімен пара-пар екендігін айтқымыз келіп отыр. Яғни екі заряд бірін-бірі өте үлкен күшпен тартатынын біз анықтап отырмыз. Енді зарядтар туралы айтқан кезде бізде ең алдымен жаңағы жоғарыдағы қарастырған кезде электрленген шар, яғни зарядталған шар түрінде алдық. Бірақ олардың ең элементар түрлері олар электрондар мен протондар. Атомның құрылысының ішіндегі электрон теріс зарядталған, өздеріңіз білесіздер, протон оң зарядталған. Бұл жердегі электронның заряд шамасы 1/6 көбейтілген 10-19 дәрежесі кулон екенін
анықтай аламыз. Бұл өте мардымсыз кіші шама, яғни электронның заряд шамасы өте кіші екенін біз аңғара аламыз, және сондықтан біз электронның зарядын, яғни атомның зарядын біз өз денемізбен сезе алмаймыз. Тек қана зарядталған дененің зарядын ғана біз өз бойымыздан өткізуге немесе сезінуге болады. Ендеше жоғарғы айтылған теориялар бойынша біз теорияны практика жүзінде шынықтыру үшін біз есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп модулі бойынша тең екі әр аттас нүктелік зарядтар өзара 10 ньютон күш арқылы әсерлеседі. Осы зарядтардың шамасы қандай болады, егер де зарядтар арасы 5 метрге тең болса? Қайталап оқимын. Модулі бойынша тең екі әр аттас нүктелік зарядтар өзара 10 ньютон күш арқылы әсерлеседі. Осы зарядтардың шамасы қандай болады, егер де зарядтар арасы 5 метрге тең болса? Жоғарыдағы заңдылықтары бойынша бұндай есептерді шығару үшін біз ең алдымен екі зарядты, яғни олардың суреттерін сызып алып, елестетіп алғанымыз дұрыс. Бізде бұл жерде көк заряд және қызыл заряд берілген, яғни сәйкесінше біреуі оң зарядталған, екіншісі теріс зарядталған. Шартымыз бойынша осындай. Екеуінің ара қашықтығы 5 метр болсын. Яғни екі заряд бір-біріне тең. Q1 және Q2 модульдары бойынша екеуі бір-біріне тең заряд ретінде қарастырайық. Әсерлесу күші 10 ньютон, ара қашықтығы 5 метр. Бізге табу керек Q зарядты. Бұл есеп әрине Кулон заңы бойынша шығады. Кулонның өзінің тәжірибесінен алған формуласы бойынша. F тең K Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат. Әрі қарай есебіміздің шарты бойынша Q1 және Q2 зарядтары бір-біріне тең зарядтар екен. Яғни өрнегіміз бізде келесі түрге келеді. Q1 тең Q2 тең жалпы Q-ға. Сонда Кулонның заңы, Кулон күші F тең Q квадрат бөлінген R квадрат ретінде анықталады екен. Ары қарап есебімізді шешу үшін бізге алгебралық қулықтар қажет болады. Яғни Q-ді алгебралық өрнек арқылы алгебралық жолдармен тауып алайық. Q деп отқанымыз бұл жерде квадратта тұр, сондықтан біз оны алу үшін түбірдің астына аламыз. Өрнекті ары қарай шығарған кезімізде бізде F көбейтілген R квадрат бөлінген K күйінде қалады. K өздеріңізге белгілі пропорционалдық коэффициенті, әрқашан тұрақты, оның мәні 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі екенін ескерейік. Ендеше бәріміз бірге атсалысып есеп шығарып көрейік, қандай мән шығады екен бізде. F 10 ньютон, R 5, 5-тен квадрат 25 бөлінген 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі. Ендеше есептеп болсаңыздар, біз жауабын көрейік. Жауабы 167 микрокулон екен. Біздің жауаптар сәйкес келді деп ойлаймын. Келесі есеп. Заряды 4 микрокулон болатын шар жібек жіпте ілініп тұр. Жібек жіпте тыншықта ілініп тұр. Астынан оған тағы бір заряды 100 нанокулонға тең шарды әкеліп қойды. Осының салдарынан жіптің керілу күші 2 есеге артты. Шарлардың ара қашықтығын 8 сантиметр деп алып, бірінші шардың массасын табыңыздар. Қайталап оқиын. Заряды 4 микрокулон болатын шар жібек жіпте ілініп тұр. Астынан оған тағы бір заряды
минус 100 нано кулонға тең шарды әкеліп қоямыз. Осының салдарынан жіптің керілу күші 2 есеге артты. Шарлардың ара қашықтығын 8 см деп алып, бірінші шардың массасын табыңыздар. Жоғарыдағы есептегідей ең алдымен біз шарлардың суреттерін сызбалайық, яғни бізге қандай күштер әсер ететінін анықтап алайық. Бірінші жағдай, бізде оң зарядталған шар, яғни зарядтың мәні 4 микрокулон. Оған әсер ететін күштер төмен қарап ауырлық күші, яғни оның мәні м көбейтілген g-ға тең, және жоғары қарап жіптің керілу күші әсер етіп жатыр. Оны біз Т1 әрпімен белгіледік. Екінші жағдай, біз осы оң зарядталған шарға теріс зарядталған зарядтың мәні минус 100 нанокулонға тең болатын шарда келдік. Ол екінші суретте көк түспен берілген шар. Бұл жағдайда келген кезде өздеріңіз қарап отқанда бізге әлі де болса Т2 жоғары қарап керілу күші, төмен қарап ауырлық күші, яғни м көбейтілген g әсер етіп жатыр, және оған қоса екі шардың өзара тарту күші, яғни кулон күші әсер етіп жатыр. Бұл кезде жіптің керілуі қалай болады деген бізге сұрақ туындайды. Ендеше есептің берілгендерін жазайық. Берілген 4 микрокулон, Q1-іміз, Q2-іміз минус 100 нанокулон, арақашықтығы 8 см, Т2 бөлінген Т1, яғни керілу күштерінің қатынасы 2. Өйткені бізде есептің берілуі бойынша керілу күші 2 есеге артты деген. Бізге табу керек алғашқы шардың массасын табу керек. Ең алдымен бірліктердің халықаралық жүйесіне келтіріп алайық. Яғни 4 микрокулонды кулонға айналдырайық. Микро дегеніміз оның минус 6 дәрежесі, яғни миллион есе кіші деген мағынаны білдіреді. Яғни 4 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі кулон ретінде жазып аламыз. Нано, бұл деген бізде оның минус 9 дәрежесі, яғни теңеміз бізде миллиард есе кіші екенін біз білеміз. Сондықтан бұл жерде оның минус 9 дәрежесі кулон, яғни ол 100-ге көбейтілгеннен кейін оның минус 7 дәрежесі кулон ретінде қарастыра аламыз. 8 см, әрине ешкімге қиындық тудырмады деп ойлаймын. Оны метрге айналдырсақ 0,108 метр. Бірліктердің бәрі си жүйесіне келтірілді, ары қарап есептерді шығара берсек болады. Теңдеулерін жазайық. Бірінші жағдай үшін керілу күшінің ауырлық күшіне тең екенін байқаймыз. Екінші жағдай, керілу күшінің ауырлық күші оған кулон күшінің қосындысына тең екенін байқап отырмыз. Яғни оны біз бөлек жазып алдық. Ары қарап не істейміз? Бізде есептің берілгендегідей екі керілу күшінің қатынасы бізге 2-ге тең болды. Яғни екі өрнектен бірін-біріне қатынасы анықтайық. Яғни Т2 бөлінген Т1 тең болады mg қосылған fk, яғни f кулон күші бөлінген mg ауырлық күшіне. Керілу күштердің қатынасы бізге 2-ге тең екені мәлім. Және де екінші өрнектің оң жағында өрнекті ықшамдап mg-ді жақша сыртына шығаратын болсақ, онда біз бір қосылған fk қосу fk бөлінген mg өрнегін ала аламыз. Яғни өрнекті алғарап математикалық түрде ықшамдайтын болсақ, керілу күшінің ауырлық күшіне тең болатынын анықтап отырмыз. Яғни ол өрнегімізді жазып алдық. Ары қарап біз кулон күшінің мәндік сипаттамасын жасайық. mg тең болады k көбейтілген q1 q2 бөлінген r квадрат. Осы жерден біз массаны есептейтін болсақ, масса бізде келесі түрде табылады.
зарядтың массасы тең болады К көбейтілген Q1 көбейтілген Q2 бөлінген G R квадрат. Бізде өрнектегі барлық мағлұматтар белгілі, яғни Q1-де, Q2-де, екеуінің ара қашықтығы да, К бізде тұрақты шама, оны да білеміз, G ауырлық күші, яғни еркін түсу үдеуі, оның мәні 9,8 метр секунд квадрат деп алғандарыңыз жөн болады. Ендеше есептеулер жүргізейік. К-ның орнына 9 көбейтілген 9 дәрежесі, Q1 4 көбейтілген 10-6 дәрежесі, Q2 10-7 дәрежесі. Екеуінің ара қашықтығы 0,108 квадраты көбейтілген еркін түсу үдеуіне 9,8. Есептеп көрейік. Қандай мән шығады екен бізде? Есептеулеріңізді аяқтаған болсаңыздар, біз жауаптарымызды салыстырып көрейік. Жауабы бойынша 0,057 килограмм немесе 57 грамм болады екен. Яғни біз зарядтың массасын анықтай алдық. Күштерді бұл жерде теңестіру арқылы. Келесі есебіміз зарядтардың әртүрлі ортада бір-бірімен қалай әсерлесетіні туралы есеп. Есеп былай берілген. Бір-бірінен 3 см қашықта тұрған әр қайсысы 20 нанокулон 2 заряд өзара қандай күшпен әсерлеседі? К-ның мәні 9 көбейтілген 9 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулон квадрат. Әсерлесу ортасын су деп қарастырыңыздар. Яғни, қайталап оқысам, бір-бірінен 3 см қашықта тұрған әр қайсысы 20 нанокулон 2 заряд өзара қандай күшпен әсерлеседі? Әсерлесу ортасын су деп қарастырайық. Бұндай есепті шығармас бұрын біз алдымен жоғарыда айтып өткен электр өтімділігі туралы қарастырсақ. Яғни, біз оқулықтардан көре аламыз, электр өтімділігі әртүрлі ортада қандай мәнге ие болатын. Біздің жағдайда электр өтімділігі суда 81-ге тең. Яғни ара қашықтығы 3 см, Q1, Q2-сі 20 нанокулон, екеуі бір-біріне тең дедік. Және ортаның электрлік өтімділігі 81-ге тең судың. Ары қарап, зарядтар шамалардың бәрін си жүйесіне келтірейік. 3 см ол бізде 3 көбейтілген 10-2 дәрежесі метр. 2 дәрежесі сипатталады. Нанокулон біз тағы айтып кеттік, ол миллиард есе кіші деп, яғни 20 көбейтілген 10-9 дәрежесі кулон. Ары қарап, есебімізді жалғастыруға болады. Шешуі әрине кулон заңымен анықталады. Кулон заңының әртүрлі ортадағы өрнегімен қарап отырсақ, бізде К белгілі, Q1 белгілі, Q2 де белгілі, ортаның электрлік өтімділігі, яғни эпсилон тағы да белгілі, ара қашықтық тағы да белгілі. Яғни өрнекке сан мәндерін қоя шықсақ, бізде есебіміз шыға келеді екен. Алайда Q1 мен Q2 бізде тең болғандықтан бұл жерде Q-дің квадраты болып кетеді. Өрнегіміздің орнына сан мәндерін қоятын болсақ, біз келесі түрдегі өрнекті аламыз. 9 көбейтілген 9 дәрежесі көбейтілген 20 көбейтілген 10-9 дәрежесінің квадраты бөлінген 81, яғни диэлектрлік өтімділігі судың. Көбейтілген ара қашықтығының квадраты, ара қашықтығының квадраты 3 см метрдегі жүйесі 3 көбейтілген 10-2 дәрежесінің квадраты. Осы мән бізге қандай шаман береді екен? 2 заряд суда қандай күшпен әсерлеседі екен? Осыны
есептеп көрсек. Егер есептеп болсаңыздар, жауаптарымызды салыстырып көрейік. Жауабы 49 көбейтілген оның 5 дәрежесі ньютон болды. Яғни 2 зарядталған шар судағы әсерлесуі 49, яғни 50-ге жуық шама. 50 көбейтілген оның 5 дәрежесі ньютонға тең болды десек те болады. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз қандай заңдылықтармен таныстық, нені білдік, нені ұйғардық деген сұрақтармен қорытындылайық. Яғни біз біріншіден электр өрісі туралы айттық. Яғни электр өрісі зарядтардың өзінен шығарып тұратын күш сызықтары екен. Яғни әр зарядта ол зарядтар бір-бірімен электр өрісі арқылы байланысатынын анықтады. Екі зарядтың бір-бірімен әсерлесуі кулон күші, яғни кулон заңы арқылы жүзеге асатынын білдік. Кулон заңы деп отқанымыз зарядтардың өзара әсерлесу күші олардың модульдердің көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал екенін айттық. Нүктелік зарядқа анықтама бердік. Нүктелік заряд деп отырғанымыз материалдық нүкте ұғымына сәйкес келетін заряд. Яғни дененің өлшемі олардың ара қашықтықтарының өлшемінен әлде қайда кіші болатын дүние екен. Бір кулон заряд деп отқанымыз өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 секунд ішінде 1 ампер күштің салдарынан өткен зарядтың шамасы. Бүгінгі сабағымыз сіздерге өте құнды болды деп ойлаймын. Рахмет. Өздеріңіздің пікірлеріңізді астында комментарияға қалдырсаңыздар болады.